Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін бізде Idealist FX трейдингке бастама курсының уже практикалық сабағы. Бүгін біз трейдингті қалай настраивать етеміз. Яғни мына графикті қалай өзгертеміз, өзімізге ыңғайлап қалай жасаймыз, және толыққанды сауда инструменттері жайлы сөйлесіп кетеміз. Сауда инструменттері бізде графикте осы сол жақ бөлігінде тұр. Осы сауда инструменттері жайлы сөйлесеміз. Олардың мән мағынасы, қалай пайдаланамыз, және графикті максимально өзімізге удобный қылып, қалай қолданатын боламыз. Сондай-ақ жоғары жақта тұрған бізде активтерді іздеу жайлы, одан кейін таймфрейм жайлы, және неше түрлі график бар бізде. Осы графиктер жайлы сөйлесіп кетеміз. Сондай-ақ индикатор бар. Индикатор бойынша біз келесі бөлек сабақта арнайтын боламыз. Ал енді дальше кеттік. Так. Ең алдымен бізге графикке кірген кезде, либо біздің график осындай қара болады, либо бізде график ақ болады. Енді сұрақ туындайды, біз бұның цветін қалай өзгерте аламыз, өзімізге ыңғайлы қылып. Негізінде мен сіздерге советую, мынандай жасыл және қызыл график қалдырмаңыздар. Себебі бұл адамға психологически зиян. Специально жасыл мен қызыл график жасалынған. Вот. Баға өскен кезде эйфория болу үшін, баға түскен кезде, яғни қызыл свечалар болған кезде, новичок адамдарға көбіне паника болуы мүмкін. Сол үшін қызыл мен жасыл свет қалдырмаған дұрыс. Ең алдымен біз оң жақ жоғары жақ бөлікте, бізде настройка тұр, осы настройканы басамыз. Қазіргі уақытта Қазақстанда TradingView, кстати, заблокированный. Себебі, мемлекетпен бірдеңе болған, из-за этого бізде Қазақстанда TradingView'ді заблокировать етіп тастаған. Сол үшін сайт қатып істеуі мүмкін. Ал егер сіздерде сайт ашылмай жатса, YouTube'дан VPN көшіріп алыңыздар. Яғни, как скачать VPN деп іздеп көріп, скачать етіп алсаңыздар болады. Менде платный VPN, из-за этого менде ашып тұр. Ал бесплатный VPN қалай скачать етуге болады? Сонда өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Ал енді біз осы оң жақ жоғары жақта кнопканы басамыз, настройканы басамыз. Сол кезде бізде настройка шығады, инструменттер. Так, инструменттер. Яғни, бізге керегі, яғни свечаны біз осы жерден өзгертеміз. Мынау бізде часовой пояс. В основном Қазақстанның уақытын қойсаңыздар болады. Менде в основном Нью-Йорктың уақыты тұрады. Неге? Себебі маған солай ыңғайлы. Мынау бізде часовой пояс, мынау бізде графиктің настройкасы. Байқасаңыздар, жасыл свеча ол бізде жасыл болып тұр полностью, қызыл свеча қызыл болып тұр. Яғни шартовый свеча бағаның түскені ол бізде қызыл свеча, ал бізде жасыл бағаның өскені. Дәлей кеттік. Так, біз, например, қараңыздар, осы жерде бізде инструмент, строка статуса, шкалы линии, оформление, торговля, оповещение, события бәрі тұр. Ең алдымен осы жерде мысалы, қуаныш маған қара цвет ұнамайды, артқы фонды мен аққа өзгерткім келеді десеңіздер, оформление деген бөлікке кіреміз. Оформление фон сплошной, черный деп тұр. Ал мен, например, осыны белыйға қоямын. Көрдіңіздер, да? Біз белыйға ауыстық. Немесе өздеріңізге ыңғайлы кез келген цветке осы жерде қоя аласыздар. Жан дүниелеріңіз қалаған. Как хотите, так и можете. Қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Маған, например, қара цвет ұнайды, из-за этого мен қараны қалдырамын. Одан кейін, арт жақта тұрған байқасаңыздар, бізде линиялар тұр. Тігінен линия, көлденең линия. Олардан, например, маған керек емес. Мен не істеймін? Өшіріп тастаймын. Болды. Маған олар керек емес. Перекрестие деген мысалы, перекрестие деп тұрған, мына байқасаңыздар, менде 4 бұрыш жүр ғой, плюс сияқты. Мен қай жаққа апарсам да ол менімен бірге жүреді. Например, осы маған ақ болғаны керек, мен оны ақ цветке қойып қойдым. Немесе, например, оның қызыл болғанын қалаймын, қызыл цветке қойып қойдым. Түсініңіздер, да? Так. Ал енді симуляция рынка, ол бізге водяной знак керек емес, онда өшіріп тастасаңыздар болады. Керегі жоқ. Текст 12, белый цвет. Көрдіңіздер, да? Мына оң жақтағы текст, астыдағы текст, яғни астыдағы текст ол бізде уақыт, оң жақтағы текст ол бізде баға. Осыны өздеріңізге ыңғайлы үлкейтсеңіздер болады, кішірейтсеңіздер болады, үлкейді бізде. И, например, мысалы, оңға қоятын болсам, кішкентай болып қалды деген сияқты. Өздеріңізге қалай ыңғайлы,
қалай комфортно солай жасасаңыздар болады. Вот. Дальше төмен жаққа вообще өзгертіп керек емес. Ол вообще маңызды емес. Ал енді инструментке келейік. Мысалы, маған қызыл мен жасыл цвет ұнамайды. Мен не істей аламын? Вот мысалы, мен ашық жасыл цвет қойғым келіп тұр. Мен не істеймін? Бәрін аламын да, ашық жасыл цветке ауыстырамын. Ал тура сол сияқты, мысалы, маған бағаның түскен қызыл цвет ұнамайды. Мен мысалы фиолетовый цветке қойғым келіп тұр. Мен аламын да бәрін фиолетовый қойып тастаймын. Вот. Аламын да бәрін фиолетовый тастаймын. Вот. Бізде график өзгеріп шыға келді. Ал енді часовой поиск. Маған Москваның уақыты қажет емес, маған Нью-Йорктың уақыты қажет. Мен осы жерден Нью-Йоркты тауып аламын. -4, вот менде Нью-Йорк тұр. Немесе сіздерге Қазақстанның уақыты керек болса, төмен түсесіздер, вот Астананың уақыты тұр. Астана деп басасыздар. Сол кезде сіздерде уже Астананың уақыты болады. Ал маған Нью-Йорктың уақыты керек. Вот Нью-Йорктың уақыты. Ал енді строка статусы. Вот. Сол жақ жоғары жақта бізде строка статусы тұр міне. Сол жақ жоғары жақта. Мен мысалы лого дегенді өшірсем, байқасаңыздар, сол жақ жоғары жақта логотип өшіп кетті. Мысалы, оның ешқайсысы, осы жерде тұрған информацияның ешқайсысы маған қажет емес. Маған кедергі келтіреді, графикте менің орнымды алады. Сол үшін мен осының бәрін өшіріп тастасам, вот, көрдіңіздер да, заголовок дегенді өшірсем, евро, доллар, США деген өшеді. Вот. Дальше. Статус рынок открыт. Байқасаңыздар, мына жерде бізде жасыл. Вот. Жасыл тұр. Осыны өшірсеңіздер, бізде рынок ашық па, жабық па соны көрсетіп тұратын дүние ғой. Өшірсеңіздер болады, разница жоқ. Вот. Значение графика то же самое. Байқасаңыздар, значение графика ол бізде ашылуы, максимум, минимум, жабылуы. Open, high, close. Біз ол жайлы өткен болатынбыз. Вот. Дальше. Значение изменения бара то же самое на процент. Оны біз просто так өшіре салсақ болады. Вот. Түсінікті, да. Дальше кеттік. Шкалы и линии. Вот. Бұл бізде метки цен, кнопка плюс деген мына графиктің оң жағынан байқасаңыздар, міне кнопка плюс тұр. Осыны бассаңыздар, сіздер оповещение қоя аласыздар, там лимитка қоя аласыздар, тура сол сияқты горизонтальный линия саласыздар, мысалы. Вот. То есть кнопка плюс в основном оповещение қою үшін пайдаланылады. Дальше кеттік. Например, обратный отчет до закрытия бара. Байқасаңыздар, мынау бізде күндік таймфрейм. Күндік таймфреймде свечаның жабылуына 22 сағат 29 минут 45 секунд қалды. Вот. Сондай. То есть, бұл бізде обратный отчет көрсетеді. Яғни свечаның жабылуына қанша уақыт қалды. Вот. Аны өшірсеңіздер болады. Хорошо. Инструмент, значение линия. Байқасаңыздар, бізде баға өссе жасыл болады, баға түссе, мына менің линиям қызыл болады. Мысалы, маған оның қызыл жасыл өзгерген керек емес, маған просто ақ болған керек. Вот. Аққа өзгерттім, баға ақ болып қалды. Немесе бұның маған қызыл болған керек. Вот. Мен қызылға өзгерттім, қызыл болып қалды. Баға өссе де, баға түссе де қызыл болып қалады. Вот и все. Дальше. День недели на метках. Бұларды ештеңе өзгертіп керек емес. Формат времени 24 сағат немесе 12 сағат. В основном 24 сағат Қазақстан үшін. Хорошо. Дальше кеттік. Оформление бойынша біз айтып өттік. Торговля. Байқасаңыздар, сол жақ жоғары жақта бізде продать, купить деген тұр бізде. Кнопка покупки продажи. Просто өшіресіздер, болды. Все. Бізде продажа жоқ, графигіміз тап-таза. Например, маған осындай таза график ұнайды. Дальше оповещение. Мысалы, сіздерге оповещение қойып көрсетем. Осы плюсты басасыздар. Добавить оповещение. Евро-USD. Осы жерде вот бізде будильник пайда болды. Баға осы жаққа келетін болса, трейдингке маған белгі береді. Вот қуаныш, бізде баға будильникқа келді деген сияқты. Давайте мен сіздерге живой графикте оповещение қойып көрсетейін. Өте қатып жұмыс істейтін болып трейдинг. Хорошо, не суть. Давайте кеттік. Все. Қараңыздар. Сол жақ жоғары жақта бізде таймфрейм тұр. Осыны басамыз, мысалы мен 15 минутқа өткім келіп тұр. 15 минутқа өткім келіп тұр. Мына менде 15 минуттық евроның графигі. Мысалы мен істеймін,
мен баға осы жерге келгенде өзімнің лонг позициямды ашқым келеді. Мен не істеймін? Оповещениені осында қоямын. Вот. Егер баға менде еврода осылай келіп, осы 15 минутқа кететін болса, маған TradingView сигнал жібереді, яғни белгі береді. Будильник сияқты ғой. Вот қуаныш, сен белгілеген жерге баға келді деген сияқты. Ал енді қазірше біз бұған тоқталмаймыз. Біз тура сол күндік таймфреймге қайтадан барайық. Бұл оповещение барлығы қатты бір маңызды дүние емес. Так. Енді графиктің настройкасы бізге понятно. Түсінікті, хорошо, бәрі жақсы. Дальше. Енді біз мына инструменттерді қалай пайдаланамыз? Ең алдымен мен таймфреймге тоқталғым келіп тұр. Таймфрейм. Байқасаңыздар, таймфреймдер көп. Бірақ мына жерде бізде тек қана күндік таймфрейм шығып тұр. Енді бұны біз өзімізге ыңғайлы қылып жасап қою үшін біз мына таймфреймнің жанына апарсақ, бізде жұлдыз пайда болады. Вот, избранный. Яғни өзімізге ұнаған, өзімізге керек таймфреймді біз белгілеп ала аламыз. Мысалы, маған керек ол 3 айлық таймфрейм. Байқасаңыздар, күндік таймфрейм жанында 3 айлық таймфрейм пайда болды. Одан кейін маған керек айлық таймфрейм. То же самое, байқасаңыздар, айлық таймфрейм пайда болды. Одан кейін маған керек апталық таймфрейм. Байқасаңыздар, то же самое, апталық пайда болды. Дәл сол сияқты. Күндік, 4 сағат, 1 сағат, 15 минут, мысалы, 5 минут, және 1 минут маған қажет. Секундты мен пайдаланбаймын, осылай қысқартып қойсам болады. Мына тиковый таймфреймді мен пайдаланбаймын, қысқартып қойсам болады. Немесе оранжевый таймфрейм пайдаланбаймын, қысқартып қойсам болады. Вот. Сол кезде менде бүткіл таймфреймдер ыңғайлы болып шыға келді. 3 айлық, айлық, апталық, күндік, 4 сағат, 1 сағат, 15 минут, 5 минут, 1 минут. Вот. Надеюсь, түсінікті. Ал енді бізде келесі свитчалардың, осы графиктің қалыптасуының түрлері. Байқасаңыздар, менде японский свитчі тұр. Біз японский свитчі жайлы өткенбіз алдағы сабақта. Егер қарамасаңыздар, ютубта видео тұр, көріп шықсаңыздар болады. Мысалы, мынау бізде японский свитчі. Мынау бізде бары деген. Яғни тура сол open high low close. Свитчаның ашылуы, свитчаның минимумы, свитчаның максимумы, свитчаның жабылуы. Бары. Негізі түсінген адамға ыңғайлы, но в основном японский свитчаға ешқайсысы жетпейді. Вот, мынау бізде японский свитчи, мынау бізде пустые свитчи, мынау бізде свитчи объемы, а оған премиум қажет екен. Хорошо. Мынау бізде линия, бағаны өзгерген жайлы. Мынау бізде линия с точками, мынау ступенчатая линия. Например, мен түсінбеймін, қалай бұл график пайдалануға болады, без понятия. Мен өзім ондаймен торговля істеймін. Вот, мысалы, мынау области область. То же самое линия ғой, бұның бәрі негізі линияда, мысалы. Мынау максимумдар, мынау минимумдар. Вот. Если не ошибаюсь, бұның барлығы. Вот, например, мен түсінбеймін, мына графикте қалай торговля істеуге болады, Құдай сақтасын. Вот. Это что? Без понятия. Ал бұдан төмен, если не ошибаюсь, да, премиум қажет уже. Хорошо, японский свитчі қайтып келейік. Ең ыңғайлысы, ең удобный, ең жақсысы ол японский свитчі. Золотой стандарт. Ал енді, мына плюс дегенді байқадыңыздар. Бұл плюсті біз басатын болсақ, екі активті бір-біріне салыстыра аламыз. Мысалы, бізде евроның графигі, алдағы уақытта біз өтеміз, евроны в основном біз DXY-мен қараймыз. Мысалы, мен DXY-дің графигін іздегім келіп тұр. Мен не істеймін? Сравнить инструменты, плюсті басам, DXY деп жазам. Вот сол кезде менде DXY-дің графигі шықты. Та же самая процентная шкала десем, график менде осы евроның графигінің үстіне шығып кетеді. Новая ценовая шкала десем, так, көрейік. Да, стоп. Та же самая процентная шкала, да. Бізде баға, вот, процентке ауысып кетті, оң жағымыз. Уже баға емес процент. 0 ол бізде ортада, DXY-дің графигі жоғары жақта, евроның графигі төмен жақта. Новая ценовая шкала десем, болды. Тура сол баға бізде графиктің үстінен шықты, DXY-дің графигі, и баға бізде уже процентпен емес, ценовая шкала болып шықты. Сол жақта бізде DXY-дің графигінің бағасы, оң жақта бізде евроның графигінің бағасы. Дальше кеттік. Вот, новая панель десем, менде астыда DXY-дің графигі пайда болады. Ал енді қараңыздар. Менде DXY-дің графигін апарамын.
Так, бір минут. Сейчас. Или мен көрмей тұрмын, или осы жерден бізде настройка шығуы керек еді. Сейчас, бір минут. Все, халқым, мен исправить еттім. Оказывается, вот, настройкаға кіреміз, строка статуса, заголовок дегенді өшіріп тастасақ, бізде значение шықпай қалады екен. Сол үшін заголовок қалдырамыз. Вот. Осы жерде бізде, например, плюсты бастап, Dixie'дің графигін таңдадық. Мысалы, новая панель деп, бізде астында Dixie'дің графигі шықты. Осы жерде біз Dixie'дің настройкасына кіреміз, стиль дегенге кіреміз. Байқасаңыздар, линия деп тұр. Осыны біз японский свич деп ауыстырамыз. Сол кезде біз евро мен Dixie'дің графигін салыстыра аламыз. Болашақта бұл инструмент сіздерге керек болады. Себебі сіздер бір-біріне ұқсас активтерді салыстыратын боласыздар. Мысалы, ол бізде евро мен Dixie, алтын мен күміс, NASDAQ пен S&P деген сияқты. Вот. То есть бұл бізде активтерді салыстыру үшін кнопка. Түсіндіңіздер, да? Дальше біз кеттік. Бұл жақта бізде индикатор тұр. Индикатор бойынша бөлек сабақ болады бізде. Мына жақта бізде шаблоны индикаторов. Мынау бізде оповещение тура сол. Мынау бізде симулятор рынка. Болашақта симулятордың не екенін білесіздер. Яғни симулятор ол бізде графикті артқа жылжытып, өзіміздің стратегияны тыс жасау үшін пайдаланылатын инструмент. Ол бойынша бэктест деген бөлек сабақ болады. Так что бұған да біз тоқталмасақ болады. Дальше. Бізде инструменттер бар. Инструмент. Вот. Енді инструменттерге тоқталайық. Курсордың түрлері. Перекрестие. Графикте плюс болып жүрген. Точка десеңіздер, мен точка жүр графикте. Вот. Стрелка. Не, уже перекрестие жоқ. Демонстрация. Вот. Нақты, байқасаңыздар, қызыл пайда болды. Нақты мен қай жерде көздеп тұрмын, көрсетіп тұр. Дальше бізде вот. Это уже что за магия, без понятия. Хорошо. Но ластик ол бізде графика сызғанымызды өшіру үшін. Хорошо. Маған перекрестие ыңғайлы, перекрестие пайдаланамын. Мынау уже бізде линиялар. Неше түрлі линияның түрлері. Менің пайдаланатыным ол линия тренда, вертикальная линия и горизонтальный луч. Байқасаңыздар, менде бұларды таңдағаннан кейін, линияларды таңдағаннан кейін, байқасаңыздар, мен жанына жұлдызшаны басып шықтым. Бұл менде избранный. Сіздерде графикте избранный шықпай қалуы мүмкін. Вот. Мына жақта бізде избранный бар. Байқасаңыздар, тура сол жұлдызды басатын болсақ, бізде пайда болады. Вот так. То есть, мынау бізде графикте избранный. Байқасаңыздар, бұлар бізде линиялар. Ал дальше мен өзім пайдаланатын инструменттерге тоқтала кетейін. Коррекция Fibonacci, чтобы есептеу үшін. И все. Дальше төмен жақта мынау менде long short позиция. Яғни жоғары төмен позиция. Трейдинг өте қатып тұр. Вот. Дальше диапазон цены. Потом кисть. Прямоугольник. И, конечно же, так вот, кривая. Дальше маған иногда текст қажет. Мына жақтан ештеңе қажет емес. Мынау бізде линейка, яғни графикте қаншалықты өзгерген жайлы есептеу үшін. Мынау бізде графикті жақындатып алыстату үшін. Хотя оны мышкамен де былай қозғалта беруге болады. Мынау бізде магнит. Менде всегда слабый магнит қосылып тұрады. Өте жақсы құрал. Ал мынау бізде продолжить в режим рисования. Мысалы, сіздер ол режим рисования қосылып тұрмай, линияны алдыңыздар, бір рет сыздыңыздар. Мысалы, сіздерде бір-ақ линия сызылады. Ал егер режим рисования қосылып тұратын болса, сіздерде көп линия сызыла береді тоқтамай. Сіздер пока мышканың оң жақ кнопкасын баспайынша. Вот сол кезде тоқтайды. Түсінікті деп ойлаймын. Дальше. Төменде бізде ол зафиксировать все объекты. Мысалы, сіздер мына линияны сыздыңыздар. Вот линияны сыздыңыздар.
Мысалы бұл линия бізде қозғалып кетуі мүмкін. Ол қозғалмау үшін біз не істейміз? Осы линияны басып тұрамыз да. Вот, мына жақта да шығып тұр, мына жақта да шығып тұр. Зафиксировать все объекты. Вот. Уже бізде байқасаңыздар, линиямыз қозғалмайды. Орнынан ауысып кетпейді. И мынау бізде, например, біз графикке көптен сызып тастадық. Например, біз басымызды қатырғымыз келіп тұрған жоқ. Біз, например, графигіміз көптен сызылып тұр. Оның бәрін өшіріп қарағанша біз мына көзді басатын болсақ, бәрі көрінбей қалады. Біз тап-таза графикті көреміз. Одан кейін қайтадан осыны орнына алып келсек, бізде сызған нүктелеріміз қайтадан пайда болады графикте. Өте қарапайым. Ал мынау уже бізде удалить все. Удалить объекты рисования, удалить индикаторы и удалить, там, общий удалить. Всегда удалять зафиксированные объекты деп қосып қойсақ, бізде зафиксированный жаңағыдай объект болса да, біз оны удалить ете аламыз. Хорошо. Ал енді инструменттердің өзіне тоқтала кетейік. Линия, в основном сол линияларды сызу үшін, ликвидностьтің жиналуын белгілеу үшін пайдаланылады менде. В основном настройкасы ол қызыл цвет и все. Және де настройкасына кіретін болсақ, біз линияның тексттеріне кіреміз. Тексттерге менде всегда ақ тұрады, 12 тұрады. Және сверху вот, справа тұрады менде. Яғни мен текст жазатын болсам, оң жақ жоғары жақтан пайда болады. Және де линияға келгенде, мысалы сіздер мына максимумға келгенде түзу линия сызғыларыңыз келіп тұр. Вот, біз магнит қосылып тұрғандықтан өзіміздің мышканы прям осы свечаның максимумына апарсақ, автоматом жабысады. Ал егер магнит өшіп тұрса, мен бұны бүйтіп көздеп отыру керек едім. Вот, магниттің удобствосы осы. Магнитті алып келдік, вот, тиді. Ал енді сіздерге проблема болады. Например, түзу линия сызу үшін сіздер бүйтіп түзеп отыруларыңыз мүмкін. Хорошо, ноутбуктан оны түзеп отыру ыңғайлы шығар, а вот телефоннан ыңғайсыз. И то даже если, например, идеально түзеді деген күннің өзінде біз сәл қисық сызамыз. Ол үшін біз не істейміз? Осы линияны сызып жатқан кезде, вот, магнитпен максимумды көздеп алдық. Біз клавиатурадағы Shift кнопкасын басамыз. Вот. Сол кезде түп-түзу сызылады. Байқасаңыздар, түп-түзу сызылады. Вот, түп-түзу сызылады. Shift кнопкасын басып тұрып, өзіміздің мышканы тартатын болсақ, линия бізде түп-түзу сызылады. Вот. Бізге керек осы линияның түзу сызылуы. Вот. Түп-түзу сызылады. Вот. Бүйтіп қисық сызылмайды. Басамыз, например, қазір қисық тұр. Shift-ті бассақ, түп-түзу болады. Көріп тұрсыздар, түп-түзу сызылады. Хорошо. Дальше бұл вертикальная линия, бұл понятно, бізде линия пайда болады. Бұның настройкасы менде то же самое қызыл. Мынау бізде, кстати, линияның жуандығы. Вот, мысалы, байқасаңыздар, 1 деген қойсам, линия жіп-жіңішке, 2 деген одан жуан, мысалы, 4 деген қойсақ, одан жуан. Например, менде всегда 1-де тұрады. Мынау то же самое, бізде вертикальная линия, менде всегда 1-де тұрады. Және де мынау бізде линияның түрлері. Байқасаңыздар, линия бар. Штриховая дегенге қойсам, вот бізде штрих сияқты пайда болды. Дальше, например, мен точка деген қоятын болсам, точка сияқты пайда болды. Және де вертикальная линия, байқасаңыздар, астыда бізде уақытты көрсетеді. Хорошо, маңызды емес ол. Дальше кеттік. Мынау бізде горизонтальная линия. Просто графикте бізде линия пайда болады. Например, мен осы максимумды көздедім, осы максимум алып келдім, қойдым. Хорошо. Бұл да всегда менде 1 и қызыл болып тұрады. Дальше кеттік. Мынау бізде коррекция по Фибоначчи. Трейдинг әлеміндегі сызғыш десек болады. Мысалы, сіздер өмірде там сызғышты бірдеңені өлшеу үшін пайдалануларыңыз мүмкін. Тура сол сияқты трейдингте біз Фибоначчиді диапазонның премиум дискаунтын есептеу үшін пайдаланамыз. Ол бойынша бөлек сабақ болады бізде. Вот, коррекция Фибоначчи. Басында сіздер бұны ашқан кезде бастарыңыз қатып кетуі мүмкін. Ойбай, Құдай сақтасын, мынау не деген сияқты. Но в основном біздің пайдаланатын настройкамыз ол келесідей. Вот. Коррекция Фибоначчи біз сызамыз графикке. Дальше. Настройкасына кіреміз. Настройкасына осылай настройканың кнопкасын басып кірсеңіздер болады, немесе осы Фибоначчидің үстінен 2 рет бассаңыздар мышкамен кіріп кетесіздер. Линия тренда деген өшіреміз. Вот. Линия уровня дегенді вот жіңішкертеміз. Дальше. Продолжить деген не продолжать. Дальше, мысалы, мен өзім қолданатын настройкаларым ол 236, 382 өшеді. Там 618 қалады, 786 қалады.
1 қалады. 1,618, 3,618, 2,618, 4, 236 дегендердің бәрі өшеді. Сол кезде бізде компактный Фибоначчи қалыптасты. Дальше. Использовать один цвет. Маған ақ цвет керек. Вот. Ақ цвет пайда болды менде. Яғни уже более жинақы, чем жаңағыдан қарағанда. Мысалы, фон дегенді мен өшіріп тастасам, менде тек қана линиялар қалады. Переворот деген ол бізде Фибоначчи жоғары төмен ауысады. Ол бізге керек жоқ. Цены. Байқасаңыздар, бізде Фибоначчидің каждый уровеньнің жанында бізде баға жазылып тұр. Ол бізге керек емес. Сол кезде менде тура линейка сияқты 0, 0,5, 618, 786 деген сияқты Фибоначчиның уровеньдері қалыптасты. Вот. Метки. Слева по центру. Стоп. Да. Вот. Мысалы қараңыздар, уровень. Мен справа деп қойсам, менде оң жаққа ауысады. Вот. Слева. Ол сол жақ. Конечно, по центру десек, ортада пайда болады. Өздеріңіз қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар болады. Менде в основном всегда слева тұрады. Вот. Вот бізде метки. Вот мына жазулар жоғары жақта тұра ма, ортасында тұра ма, төмен жақта тұра ма. Кому как удобно, солай жасаңыздар болады. Менде стандартына по центр тұрады, төмен жаққа мен мысалы басым қатырмаймын. Текст деген бізде Фибоначчиның каждый уровеньнің ортасын басатын болсақ, біз өзіміздің текстімізді жаза аламыз. Вот. Ол, например, маған қажет жоқ, мен ол жаққа текст жазбаймын, так что мен өшіре салам болды. Вот и все. Сол кезде менде стандартный өте қарапайым Фибоначчи пайда болады. Ал мынау бізде long short позициямыз. Long позиция біз баға жоғары кетеді деп позиция ашуымыз, short позиция ол бізде баға төмен кетеді деп позиция ашуымыз. В основном бұны біз как калькулятор сияқты пайдаланамыз, чтобы өзіміздің объемды есептеу үшін. Но өзіміздің объемды есептеу үшін бөлек сабақ болады. Вот, мынау бізде long позиция, мынау бізде short позиция. Вот. Жасыл жағы біздің take profit'іміз, қызыл жағы біздің стоп лоссымыз. Мына ортадағы линия ол біздің точка входа. То же самое. Қызыл жағы ол біздің стоп лоссымыз, жасыл жағы ол біздің take profit'іміз. Яғни, например, біз баға төмен кетеді деп сделка аштық, баға бізде осылай төмен кетті, мысалы біздің take profit'імізға барды. Біз не істейміз? Плюсқа жабамыз сделканы. Сделка бізде жақсы болды. Ал егер баға бізде бүйтіп өсіп кетіп, стоп лоссқа баратын болса, біз минусқа кетеміз. Вот так. Алдағы уақытта қалай анализ жасау керек, ол бойынша өтеміз. Қазір біз только торговый инструменттерді өтіп жатырмыз, так что уайымдамай қойсаңыздар болады. Хорошо. Бұл негізі дымда қиын дүние емес. Ал мынау бізде диапазон цены, мынау бізде кисть, мынау бізде уже аты қалай еді бұның? Прямоугольник. Вот. В основном имбаланс, блок, зоналарды белгілеуге пайдаланамыз. Бұл да қатты бір маңызды емес. Мынау бізде диапазон цены, баға бізде қаншалықты, қанша процентке өзгереді, соны айтып береді. Дальше кривая. Ол бізде схемаларды сызу үшін и текст, надеюсь, понятно. Все вроде бы. Мына жақта бізде өздеріңізге ыңғайлы там смайлик, стикер. Вот жаңа кривая. Мысалы мен мына минимумнан мына минимумға белгілейтін болсам, вот так әдемілеп, мынаның бәрі менде ликвидность, баға менде осы жаққа бүйтіп келеді деп белгілейтін болсам, сызғанға әдемі да просто и все. Мен өзім пайдаланатын кривая осындай. Дальше кеттік. Мына жақта бізде стикер, смайлик, иконкалар бар бізде. Оны кому как удобно, өзі қалай пайдаланғысы келеді, солай пайдаланады. Мен мысалы вообще мән бермеймін бұған. И в целом все. Да. Все, понял. Плюсты басамыз, бүйтсек, график бізде жақындай береді. Плюсты басамыз, былай істесек, график бізде жақындайды. Бәсе, қалай пайдаланушы еді деп ойланып қалдым ғой. И в целом все, басқа бір ештеңе жоқ. Мына жақта сіздер оң жақта өздеріңіздің активтеріңізді реттей аласыздар. Вот список котировок. Мысалы, маған мысалына информацияның индекстерінің ешқайсысы қажет емес, мен удалить ете аламын бұларды. Маған акциялар мысалы қажет емес, мен бұларды удалить ете аламын.
Мысалы маған фьючерстер қажет емес, мен бұларды удалить ете аламын. Мысалы маған валюталар маңызды, но ішінде оның вот USD рубль маған қажет емес. Вот евро рубль маған қажет емес. Евро USD, фунт USD мысалы маған қажет. Мысалы криптовалюталар маған қажет. И, например, осы жерге мен Dixie'дің графигін қосқым келсе, мен сол жақ жоғары жақта плюс деген кнопканы басамын. Одан кейін осы жерде мен Dixie деп іздеймін. Сол жерде менде Dixie'дің графигі шықты, мен плюсты басамын. Вот менде мына жақта список котировкта Dixie'дің графигі пайда болды. Мен осы Dixie'дің графигі, например, төмен жақта тұрған қаламаймын, жоғары жақта тұрған қалаймын. Мен ақырын осыны жылжыта аламын жоғары жаққа. Сол кезде Dixie'дің графигі менде жоғары жақта пайда болады. Вот. Яғни осылай мен өзімнің қандай активтерді пайдаланатынымды там ыңғайлы жасап қоя аламын. Яғни мен каждый раз бүйтіп поисковиктен іздеп отырмаймын да. Мен оған басым қатырмаймын. Мен келдім, бастым, мысалы менде евроның графигі ашылды. Бастым, мысалы менде фунттың графигі ашылды. Бастым, биткоинның графигі ашылды. Бірден да, то есть удобно. Дальше кеттік, мынау бізде оповещениені басқаратын жеріміз. Вот мысалы оповещение 1, оповещение 2. Вот активный болып тұр. Осы жерде мен оповещениені приостановить ете аламын. Байқасаңыздар жоқ болып кетті. Қайттан восстановить ете аламын. Вот. Қайттан пайда болды. Немесе оповещение удалить ете аламын. Вот. Оповещение удалено. Оповещение удалено. Дальше мынау бізде сызған заттарымыздың тұрғаны. Сейчас. Мысалы біз осылай заттарды сыздық графикке. И осы жерде біз дерево объектов деп аталады. Осы жақта бізде сызған заттарымыз пайда болды. Трейдинг қатып тұр. И мынау бізде пайда болды. Байқасаңыздар біз оларды жоқ қыла аламыз, пайда қыла аламыз, немесе вот закреплять, заблокировать ете аламыз. Вот. Яғни осы жақта біз өзіміздің заттарды пайдаланамыз. Яғни біз бүйтіп мышкамен үстіне алып келсек, қай затты көрсетіп тұрғанын бізге трейдингке намекать етеді. Вот. Байқасаңыздар болды. Біз бастық үстінен пайда болды. Хорошо. Бұл қатты бір маңызды емес. Мына жақта бізде неше түрлі сообществоның идеялар, төмен жақтағы инструменттерді мен вообще пайдаланбаймын, олар маңызды емес. Ондайларға бастарыңыз қатырмаңыздар. Видео в целом ұзақ шықты. И бұл видеода бүткіл инструменттер айтылды. И алдағы уақытта каждый инструментті біз қалай пайдаланамыз, не үшін керек, вот сол бойынша тоқталамыз. Надеюсь, сіздерге сабақ пайдалы болды. Сау болыңыздар.